Қонақтар келген кезде жеті. Балам, қонақтар келді. Бомбағанда үйінде тамақ жоқ па, немен келе береді? Сықпай, родной, тосып аламыз қазір. Мақұл, давай. Ассалаумағалейкум, қалайсыңдар, жамағат? Келе бересіңдер ма? Жоқ екен сендерде қанағат. Ой, балам, енді ашуланба. Қонақтың аты ой, қонақ. Білгем, папа, сенің де нервің шыдамайтынын. Бүкідағы көріп тұрғаныңдай сіз новый киім сатыпсыз. Иә. Мен сізді бомыз десем, неғып көгілдір свет алмағыз? Баламмен келісем, жарасып кетшеді, отвечаю. Что там не істейміз? Давай бір өлеңнен сик-сик-сик жасап жүрсіз. Ой, кешірім шатлақ күлгенде, мен цик-цик деген сол қайдам дем. Бұл жырамай тез тапсаш. 8 сенің досың семіз. Балам, тағы қонақтар келді. Не деген бітпейтін қонақтар әкеңе ауыз. Мен аузында нең бар еді? Все. Айтпақшы, қонаққа келетін сенің ұстазың. Қайсына, көтшіртікші ұстаз ба? Дәл өзі. Ассалаумағалейкум, міне мен балам Бөскішбек болады. Не аты сондай болсын, не бөз қояма не? Не паразым бар ма конкретно? Бар конкретно, не? Шатлақ не істеп отырсың? Іштенке? Біз құр келген жоқпыз. Менің балам сіздерге арнап өлең шығарған. Ой, жақсы болыпты. Көрейік, не менен күшті айтып қоям ма не? Білесің ба менде қандай атақ? Мен Хакагимын атақ. Не дейтін жарча бала? Өзіні көп алма қабақ. 9 сенің бауырың осақ қоныз. Балам қазір бүркіт аға келеді баласымен, тосып ал. Қаяқпен, оң жақпен ба, сол жақпен ба? Ассалаумағалейкум, қалайсыңдар жамағат? Уағалейкум, балаң қайда? Оны не істейсің? Батя тосып ал деген атак. Ассалаумағалейкум. Атак сен тосып ал деген. Жүнісің өйтіп емес. Тоқтан дере, конкретно, честно болсын. Раз чисто бар ғой. Жарайды, айтқандай болсын. Мен наумен төйлесем ба не? Походу. Және де оң жақ рингте одағасының баласы Шатлақ. Ал сол жақ рингте Көгілдір ағаның баласы. Сүмелектер осылай төбелеседі ме екен? Қараңдар қалай төбелесу керек. Мен не үшін? Қонақтар келген